Сәлем достар, арнама қош келдіңіздер. Алдағы видеорецептерді жіберіп алмас үшін тіркеліп алыңыз. Видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Бүгін біз оңай әрі тез дайын болатын етті пирог әзірлейтін боламыз. Ол үшін 100 грамм ерітілген сары майға 200 грамм қаймақ, қаймақтың пайызы маңызды емес, 15 немесе 20% қаймақты қолдана беруге болады. Татымына қарай тұз, бір жұмыртқа қосып, жақсылап шаншқымен араластырып аламыз. Одан соң 300 грамм ұн мен 2 шай қасық қамыр қопсытқышты салып, қолға жабыспайтындай бір келкі қамыр илейміз. Дайын болған қамырды бетін жауып, шетке қоя тұрамыз. Енді етті пирогтың салмасын әзірлеу қажет. Ол үшін 400 грамм тауық етін 4 бұрыштап турап аламыз. Немесе ұзынша етіп те турауға болады. Одан соң картопты да дәл осылай 4 бұрыштап тураймыз. Сарымсақты да солай турап аламыз. Осы құрамдардың барлығын ыдысқа салып, үстіне татымына қарай тұз бен бұрыш салып, жақсылап араластырамыз. Ендігі кезекте қамырды 2-ге бөліп аламыз. Бір бөлігін сәл үлкендеу қылып аламыз. Одан кейін қамырдың 2 бөлігінде жаямыз. Үлкендеу бөлігін қамырдың ыдысқа салып, үстіне салмасын саламыз. Одан соң екінші қамырмен үстін жабамыз. Жақсылап шеттерін біріктіреміз және де пышақпен ортасынан тесіп аламыз. Одан соң жұмыртқаның сарысына бір шай қасықтай сүт құямыз, куркума себеміз. Осылардың барлығын араластырып, пирогтың бетіне жағамыз. Одан соң қызып тұрған пеште 170-180 градуста 40-45 минутқа салып пісіріп аламыз. Дәмді пирогымыз дайын болды. Назарларыңызға рахмет.